Әртүрлі элемент атомдары бір-бірімен байланыс түзу арқылы бірігеді. Байланыс иондық немесе коваленттік болуы мүмкін. Соңғысы өз кезегінде дара, қос немесе үш еселі бола алады. Сутек пен периодтық кестенің бірінші тобында орналасқан металдардың валенттілігі әрқашан бірге тең. Бұл топтың металдары жалпы формуласы металл плюс болатын катиондар түседі. Периодтық кестенің екінші тобындағы металдардың валенттілігі әрдайым екіге тең. Бұл топтың металдары негізінде жалпы формуласы металл 2 плюс болатын катиондар түседі. Бейметалдардың валенттілігі тұрақты электронды конфигурацияға жету үшін өздерінің сыртқы қабатына қосып алу қажет электрондар санына тең. Мысалы, фтор 17-ші топта орналасқан элемент, сондықтан оның сыртқы электронды қабатында 7 электрон бар. Демек, бұл қабатты толтыру үшін фторға 1 электрон қажет, яғни фтордың валенттілігі 1-ге тең. Оттек өз кезегінде 16-шы топтың элементі, оның 6 валенттік электроны бар. Оттек атомына сыртқы электронды қабатын толық октетке дейін толтыру үшін 2 электрон қажет. Демек, оттектің валенттілігі 2-ге тең. Дәл осы қағида бойынша азоттың валенттілігі 3-ке, көміртектің валенттілігі 4-ке тең екендігін анықтаймыз. Дегенмен, бұл элементтердің валенттіліктері химиялық қосылыс түзуде қандай элементтермен және олармен қалай әрекеттесетініне байланысты өзгеріп отырады. Асыл газдардың валенттілігі әдетте 0-ге тең деп алынады. Себебі олардың көпшілігі химиялық қосылыс түзбейді. Мысал ретінде, сутек пен оттектен тұратын қосылысты алып, оның формуласын анықтап көрейік. Сутектің валенттілігі 1-ге тең, ал оттектің валенттілігі 2-ге тең. Осы мәндерді оттек пен сутек таңбаларының жоғарғы жағына жазамыз. Содан соң, олардың орындарын алмастырамыз да, сәйкес элемент таңбасынан кейін индекс ретінде жазамыз. Индексте бір саны жазылмайды деп келісілген. Фосфор мен сутектен тұратын басқа қосылыстың формуласын анықтайық. Әрбір элементтің валенттілігін сәйкес элемент таңбасының жоғарғы жағына жазамыз. Содан соң, олардың орындарын алмастырамыз да, сәйкес элемент таңбасынан кейін индекс ретінде жазамыз. Осылайша, қосылыстың қорытқы формуласын алдық. Енді оттек пен магнийден тұратын басқа қосылыстың формуласын анықтап көрейік. Магний мен оттектің таңбаларын жазамыз. Егер берілген қосылыс металл мен бейметалдан тұрса, металл таңбасы әрқашан бірінші жазылатындығын айта кеткен жөн. Периодтық кестеден осы элементтердің валенттіліктерін анықтаймыз. Анықталған мәндерді сәйкес элемент таңбаларының жоғарғы жағына жазамыз. Содан соң, олардың орындарын алмастырып, сәйкес элемент таңбаларынан кейін индекс ретінде жазамыз. Егер атомдар санын көрсететін индекстер бірдей болса, оларды жазбайды. Осылайша, біз магний оксидінің формуласын анықтадық. Ең алдымен периодтық кестеден қосылысты түзетін элементтердің валенттіліктерін анықтап алу қажет. Анықталған сандарды сәйкес элемент таңбаларының жоғарғы жағына жазамыз. Содан соң, олардың орындарын алмастырамыз да, сәйкес элемент таңбаларынан кейін индекс ретінде жазамыз. Индексте бір саны жазылмайды. Осылайша, қосылыстың формуласы натрий фтор болады. Ең алдымен периодтық кестеден қосылысты түзетін элементтердің валенттіліктерін анықтап алу қажет. Анықталған сандарды сәйкес элемент таңбаларының жоғарғы жағына жазамыз. Содан соң, олардың орындарын алмастырамыз да, сәйкес элемент таңбаларынан кейін индекс ретінде жазамыз. Индексте бір саны жазылмайды. Осылайша, қосылыстың формуласы натрий фтор болады. Ең алдымен периодтық кестеден қосылысты түзетін элементтердің валенттіліктерін анықтап алу қажет. Анықталған сандарды сәйкес элемент таңбаларының жоғарғы жағына жазамыз. Содан соң, олардың орындарын алмастырамыз да, сәйкес элемент таңбаларынан кейін индекс ретінде жазамыз. Индексте бір саны жазылмайды. Осылайша, қосылыстың формуласы NH3 болады. Ең алдымен периодтық кестеден қосылысты түзетін элементтердің валенттіліктерін анықтап алу қажет. Анықталған сандарды сәйкес элемент таңбаларының жоғарғы жағына жазамыз. Содан соң, олардың орындарын алмастырамыз да, сәйкес элемент таңбаларынан кейін индекс ретінде жазамыз. Индексте бір саны жазылмайды. Осылайша, қосылыстың формуласы
H2S Ең алдымен периодтық кестеден қосылысты түзетін элементтердің валенттіліктерін анықтап алу қажет. Анықталған сандарды сәйкес элемент таңбаларының жоғарғы жағына жазамыз. Содан соң олардың орындарын алмастырамыз да сәйкес элемент таңбаларынан кейін индекс ретінде жазамыз. Индексте бір саны жазылмайды. Осылайша қосылыстың формуласы магний хлор 2 болады. Бүркескен орбитальдар спиндері жұптасқан екі электроннан құралады. Бүркескен орбитальдарда электрондар өзара байланысқан екі атом арасында электрон тығыздығы шоғырланатындай етіп бөлінеді. Валенттік байланыс теориясы бойынша қарастыруға болатын ең қарапайым молекула сутегі молекуласы H2. Бұл молекула 1s1 электронынан бөлісетін екі сутек атомнан құралады. Атомдар бір-біріне жақындаған кезде олардың 1s орбитальдары өзара бүркеседі. Біз кейбір орбитальдардың қосылу арқылы жұптары спинделген екі электроннан құралатын ортақ электрон бұлты түзіледі деп болжасақ болады. Бұл бұлттағы электрон тығыздығы сутек атомдар арасында шоғырлануы қажет. 2s орбитальдардың бүркесу нәтижесінде пайда болған коваленттік байланыс сигма байланыс деп аталады. Сутегі молекуласындағы сутек атомдары сигма байланыс арқылы байланысқан. Коваленттік сигма байланыс ортақ ось бойында орналасқан 2s орбиталь, немесе 1s және 1p орбиталь, немесе 2p орбитальдың бүркесу нәтижесінде түзіледі. Сутекте фторда басқа атоммен бөлісуге болатын бір ғана электронға ие. Олар әртүрлі орбитальдарда, сутекте 1s орбитальда, ал фторда 2p орбитальда орналасқан. Алайда олар коваленттік байланыс түзу үшін әлі де бүркесе алады. S және P орбитальдарының бүркесу нәтижесінде түзілген байланыста сигма байланыс болып табылады. Иондық қосылыстарда белгілі бір элементтің валенттілігі осы қосылысты түзу барысында оның бір атомының жоғалтқан немесе қосып алған электрондар санына, яғни алынған иондағы оң немесе теріс зарядтардың санына тең. Мысалы, натрий атомы бір электронын жоғалтып, оң ион түзеді. Сондықтан натрийдің валенттілігі бірге тең болады. Хлор жағдайында хлор атомы бір электрон қосып алады да теріс ионға айналады. Сондықтан оның валенттілігі де бірге тең. Хлорсутек молекуласындағы хлор атомы мен сутек атомы дара байланыс түзу үшін бір-бір электронымен бөліседі. Бұл екі атомда бір валентті, яғни олардың валенттілігі бірге тең екенін білдіреді. Жақындап келе жатқан екі атомның потенциалдық энергиясының минималды мәні байланыс түзілген кезде бөлінетін энергияға тең. Мұны қарама-қарсы таңбамен алсақ, байланыс энергиясы шығады. Себебі бұл энергия байланысты үзу үшін қажет болады. Қысқа қашықтықта электрон жұптары арасындағы тебіліс артып, потенциалдық энергия мөлшері кенеттен арта түседі. Байланыстың беріктігі бүркесу деңгейіне байланысты. Бүркесу ауданы үлкен болған сайын байланыс берік бола түседі. Атомдар коваленттік байланыс түзген кезде олардың валенттік орбитальдары бір-бірімен бүркесіп, ортақ кеңістікті бөліседі. Оттек атомында 6 валенттік электрон бар. Олардың екеуі 2s орбитальда, ал төртеуі 3-2p орбитальда орналасқан. 2p орбитальдардың бірінде электрондар жұбы болса, қалған екеуінде дара, жұптаспаған электрондар орналасады. Екі оттек атомы 2-2p орбитальдың ұшпа-ұш бүркесуі арқылы бір сигма байланыс түзе алады.
Мұндай жағдайда қалған екі p орбитальдың бір жұбы көлденең бүркесе алатынына назар аударыңыз. Осылайша, екінші коваленттік байланыс түзіледі. Бұл пи байланыс, себебі ол орбитальдардың көлденең бүркесуі арқылы пайда болған. Оттек молекуласында оттек атомдары қос байланыс арқылы байланысады. Қос байланыс бір сигма байланыспен бір пи байланыстан тұрады. Фтор атомының валенттік қабатында 7 электрон бар. Олардың екеуі 2s және бесеуі 2p орбитальдарда орналасқан. 2p электрон 3p орбиталь арасында былайша бөлінген. 2 орбиталь электрон жұбымен толықтырылған, ал үшіншісінде тек бір ғана электрон бар. Сол үшінші орбиталь ғана басқа атом мен электронын бөлісіп, коваленттік байланыс түзуге қатысалады. Осылайша, коваленттік байланыс тек бір электроны бар p орбитальдардың бүркесу нәтижесінде түзіле алады. p орбитальдардың осындай ұшпа-ұш бүркесу нәтижесінде түзілетін байланыс сигма байланыс болып табылады.